Түркістан екі дүние есігі ғой. Түркістан ер түріктің бесігі ғой. Тамаша Түркістандай жерде туған түріктің тәңірі берген несібі ғой. Ертеде Түркістанды Тұран дескен. Тұранда ер түрігін туып өскен. Тұранның тағдыры бар толқымалы. Басынан көп тамаша күндер кешкен. Тұранға жер жүзінде жер жеткен бе? Түрікке адамзатта ел жеткен бе? Кең ақыл, отты қайрат, жүйрік қиял. Тұранның ерлеріне ер жеткен бе? Шер батса кім іздемес туған елін? Тұлпарда көксемей ме туған жерін? Арқаның ардагері қалың алаш. Тұран да біле білсең, сенің жерің. Ертеде оқыс яқсарт, жихун, сейхун, түріктер бұл екеуін дария дейтін. Киелі сол екі су жағасынан табасың қасиетті, бабаң бейтін. Міне, оқысаң ешкімнен кем болмайсың. Ау шырағым, мынау қандай кітап? Қарып танымайым. Міржақып Дулатұлы, Оян қазақ. Құдайым-ай. Елім деп жазған еңбектер-ай. Амансыз ба? Амансың ба, балам? Алыстан өздеріңді іздеп келген жайым бар. Мынау менің балам. Ағамызға су алып келіңдер. Алыстан келіпті. Сіз отыра тұрыңыз, үлкенмен сөйлесіп алайын. Балаңызды оқуға келдіңіз бе? Дұрыс болған. Биыл оқуға қазақ жастары көп келіп, жұмыста көбейіп тұр. Интернат бар, осында жатып асықпай оқиды. Интернат деген не екен? Құдайым-ай, қараңғылықты қойсаңшы, түк те білмейміз. Интернат деген оқиын деген жастарға тұрғылықты мекен болады аға. Судан алыңыз. Рахмет. Баланы мұғалімдер курсының жұмысымен таныстыр. Аға, Құдай қаласа балаңыз қазақты оқуға баулитын мұғалім болады. Өзінде ынта болса жеткілікті. Рахмет, айналайын. Рахмет. Жүрін саға. Жүр, балам. Мен жүрейін. Міржақып ұстаздың берген тапсырмасын ұмытып барам әне. Есеп осының ішінде апарып берерсіз. Мұғалімдер курсы оның жоспары туралы зерттеп жазылған. Жортқанда жолыңыз болсын. Алаш жауынгер. Жазда жылқыға жайпақ таға дұрыс. Суға қанбаған жасық темірден соқтырдым. Ғайман Сәлімұлы, тағаны темірдің асылынан соқпаушы ме еді? Жоқ. Асыл темір морт сұңғыш. Оу! Қамшылар жағына 4 шеге қақ. Ау! Қызылжардағы ел жұртың аман ба? Ел аман жұрт тыныш, Ғайман Сәлімұлы. Менің Қызылжарға тұрақтағаныма көп болған жоқ. Бетшерендер әулетінен әкеден өте туған сен ғанасың. Мал саудасын губернияның әр болысында жолға қойды деп естіп жатырмын. Мал саудасы байлықтың көзі ғой. Сен мына Қызылжардағы қызметіңді атқарып, саудаңды қыздырып жүре бер. Бірақ біз де сенен қайыр күтеміз.
Мына байлық деген шіркін алақандағы мұз секілді ғой. Ериді де кетеді. Сол еріп кетпей тұрғанда елге де бөліп беріп отыру керек. Түсіндің ба? Ғайман Сәлімұлы, кешіріңіз. Елім дегендерге де, жерім дегендерге де көмектесе алмаймын. Маңдай терімен тапқан малымды неге мен біреуге беруім керек? Біреуге деген не сөз? Алашқа, қазақтың жаңа ордасына бастарын көтеріп аяқтарынан тік тұрып кеткенше көмектесуіміз керек. Оларда менің қатысым жоқ. Алаш идеясына, тіпті оның жолының дұрыстығына да сенбеймін. Бос әңгіме үшін келгеніме өкініп тұрғанымды қарашы. Губерниядағы мал саудасына, ішкі, сыртқа кіріске де мына мен жауап беремін. Менің рұқсатымсыз бірде-бір қазақтың дәулеттісі мына шекарадан мал айдап өте алмайды. Сендер білімді болсаңдар, қазақ білімді бол. Кешіріңіз, кешіктім. Сәлеметсіз бе? Аманбыз. Мұғалімдер курсына математикадан сіз үйретесіз ғой, Мен курстың директоры Мағжан Жұмабай болам. Мен Уфада біраз сабақ бергем, ал математиканы Петерборда оқығам. Көресің. Рұқсат болса, мен кетейін. Былай екеуін не істейміз? Келістің бе? Жоқ. Кедейлер мен жұмысшылардан құралған мемлекетте мынау сияқты байдың күшіктеріне орын жоқ. Гүлсім ханым, сіз телефонға шақырып жатыр. Жақсы, рахмет. Амансыз ба, Мағжан Бекенұлы?
көз, сиқырлы сөз, Гүлсім ханым. Әр жерде өткізсек те өмір таңын. Кей уақыт көзіңізге көзім түссе, ойнайды аласырып неге жаным. Бұл да көз, сиқырлы сөз, ханым Гүлсім. Көктегі күн күлмесін, Гүлсім күлсін. Гүлсім күн көкте ақырын жүзе біледі. Сүйдіріп, күйдірген қайда білсін. Ұстаз талантты болса, шәкірті талапты болады дейді. Мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектепте сондай болмақшы. Яғни, мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. Педагогика, методикадан хабардар жақсы оқыта білетін ұстаз ғана бізге керек. Ахмет Байтұрсынов осылай демеп пе еді? Яғни, айтпағым, қазақтың тағдыры келешекте ел болуы мектебінің қандай негізде құрылуына барып тіреледі. Мектебімізді таза, берік һәм өз жанымызға, яғни қазақтың жанына үйлесетіндей құра берсек, келешекте тайынбай серттесуге болады. Мен сіздерге сенем. Мұғалімдер курсынан бір Жақып Дулатұлы келеді. Бүгін хабарласты. Кеш өткіземіз бе? Е, осындағы үлкен курспен кездесу болады. Жақсы. Гүлсім ханым. Сәлеметсіз бе, Мағжан мырза? Сәлеметсіз бе, Гүлсім ханым. Гүлсім ханым, Мағжан мырза, мен сабаққа жүрейін. Бүгін сізді жолдың ортасына дейін шығарып салсам болады ма? Жоқ, Мағжан мырза. Жолдың ортасына дейін емес, жолдың аяғына дейін шығарып салыңыз. Я. Күннен күнге толығып келеміз, Евгенийч. Алашорда әскер жасақтағанын естідім. Бірақ біз көппіз. Я, анау қарақшы едігенің өзі. 20 жігітімен келіп бізге қосылды. Большевик боламын. Кеңес үкіметін қолдаймын дейді. Кешіре саламыз ба? Оны дегеніңіз Евгений жолдас. Едіге өте қауіпті адам. Жабай десе жабай. Бірақ оның жігіттері ат үстінде соғысуды біледі. Алдымен Едігенің қолымен Алаш әскерін талқанын шығарып соғып олайық. Сосын өзінде ұзатпаспыз. Оқымаған даланың қарақшы бас кесері ғой. Өлсе соғыста өледі. Өлмесе кейінірек
итжеккенге айдатып жібереміз. Уайымдамаңыз. Бұл қазақтарды қалай басқаруды мен білемін. Жақсы. Хабар үзбейік. Едіге, сен келдің бе? Бағана келген. Бүгін сенің ашуың қатты ғой, Едіге. Сіз қандай ақынсыз? Өлеңге өтірік айта алмайтын ақын. Өлеңге өтірік айта алмайтын деген қалай екен? Ақындар үшке бөлінеді Гүлсім ханым. Біріншілері өмірге де, өлеңге де, өзіне де өтірік айтатындар. Олардың өмірі мен өлеңі жер мен көк. Ал екіншілері? Ал екінші топ өмірге де, өлеңге де шындығын жазады. Бірақ өздеріне ұнамайды. Сіз? Мендейлерді танымайтындар ұлы ақын дейді. Ал танитындар бейшара дейді. Өлеңге де, өмірге де, өзіне де өтірік айта алмайтындар ол біз. Мағжан. Көйлегім сол. Қайда Мағжан? Мағжан мынау. Самолюб. Очень ленив. Упрямый паренек. Қайда ойбай Мағжаның? Сөзге күймес. Қалам тимес. Қандай жан? Есінен де, күшінен де сөзі көп. Көрсе әйел. Көзі жоқ. Көбелек.
Гүлсім? Хош келдіңіз, мырзам. Гүлсім ұйықтап қалды ма? Гүлсім ханым әлі келген жоқ. Келмеген олай. Білмеймін, кешігем деген. Кітапханада болам деді. Осы сен неге мен бір нәрсе сұрасам, өле өсіріп тұрасың? Сенің қожайының Гүлсім емес, мен. Осы қатынға ақыл кірмей қойды. Бар, ұйықтай бер. Вечерин. Ертең кешке Орынборға барамын. Барамын күтсін. Ғайманың қорқатын жайым жоқ. Бермеймін ештеңе. Қажет десең, қарулы жасақпен барам. Болды. Менің оқиғам осы, Гүлсім ханым. Зейнеп өмірден өтті. Соңынан ұлым. Шықпай қалған жанымды сүйреп жүрген күндерде көзіме сен елес болып оралды. Сенің көзің мені құтқаратындай еді. Шығып кеткен сәттерде тылсым бір күш сені қайта көруге сендіреді. Мені? Омбыда жүргенде сен қандай сұлу еді. Омбыда? Бірлік ұйымының жиналысы 1916 жасы. Аққағыз Досшарова деген Алаштың ақылды қызы жиналыс үстінде құлап қалды. Кім көмектесті? Мен көмектестім. Сіз сол жиында болдыңыз ба? Қолымдағы костюмді жұлып алып, аққағаздың үстіне жауып, неге тұрсың? Көмектес деп айғай салған кім еді? Мына моншақ білезік сіздік болады. Мен сізді іздедім. Театрға да бардым. Үйіңізге де бардым. Бірақ ешкім қайда екеніңізді айтқан жоқ. Міне араға уақыт салып, Қызылжарда жолығып тұрмыз. Ұйықта кәрген бір. Бүгін үйіме қайтқым келмейді.
Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Жіберген хатыңды алдым. Өзің айтқандай, омбыдан алыстау үй тіктім. Менің атым Едіге. Байдың малын барын талап жүрген сен екенсің ғой. Едіге. Ал, отыр. Маңызды деген хабарыңнан кейін тоқтадым. Әйтпесе уақытым жоқ. Мен анау большевиктің бастығын Шаров дегенді өлтіріп тастадым. Маңызды бірден айтама десем, Алашқа қызмет еткім келеді. Мына қызылдар қазақты қылышқа бойлайтыны көзім жетті. Алаштың жолында құрбан болсам арманым жоқ. Байларға тыныштық берем. Қатарларыңыз қосыңыз. Жанымыз садаға, қазақ үшін бәріне дайынбыз. ойланайын. Өзім хабарын берем. Жақсы. Мынаған сенуге бола ма? Едіге бұл өлкеде аңыз, батыр ғой. Сарбаздармен ертең келсін. Қашан келдің? Түнде. Ертең тағы да Орынборға кетем. Не істедің? Бүкіл кітапхананы оқып тастадың ба? Айтқың келмесе айтпа. Кеттік. Нығмет. Сол баяғы сәкен. Сер сәкен, сұлулардың сәкені. Ол заман артта қалған. Омбыдан келем. Өзіңе жол болсын. Менің біраз жас ұрынуыма тура келді. Ұзақ әңгіме. Ал, қалың қалай? Патша үкіметі құлаған соң, ақпанның ызғары тарағанда Ақмола қаласына келдім. Содан бері саяси жұмыстар менің мойнымда. Ел аралаумен қол босамайды. Сен жайында көп естідім. Несін айтасың? Төңкерістен кейін қазақтың сынған арбасын сөйлеу үшін біз сияқты оқығандар керек болды. Комитеттесің бе? Иә, қазақ комитетін басқардым. Ақмола Совдеп құрылғанда президиум басқарып, өзіг ағарту комиссары болдым. Сол жолмен келем. Бұрынғылардан билікті тазалап жатырмыз. Алашшылдарда ел басқару ісінен босатумен жүрміз. Сен оқушы кезіңнен болашағыңды көріп өскен жігітсің ғой, Сәкен. Қайда жүрсең аман бол. Бүгін үйде қонақ бол. Жоқ, рахмет. Дала ұйымының жігіттерінің біраз ақтардың жасағына ұсталып қалды. Соларды алып шығуым керек.
жол жүріп барам. Сен осында қызметте дегенде естіген соң, арнайы өз көзіммен көріп амандасып кетейін деген. Сен де аман жүр, Нұрметжан. Абай бол. Ақ пен қызылдың қырғыны қазаққа оңай тиіп жатқан жоқ. Жақын арада билікті толықтай өз қолымызға аламыз. Қызыл тудың астына біріккен соң, қазаққа бейбітшілік күн әкелеміз. Жақсы. Аман болса екен. Сәкен. Мағжан мен Мұхтарды көрмедің бе? Олар оқу бітірген соң Алаштың соңынан кеткен. Түбінде қайта оралады. Қайда барады дейсің? Мағжан оралмайды. Ол қазір Алаш Орданың ұраны. Тұтас Түркістанды жырлап жүрген ақын. Аман болсын. Оның да таңдауын құрметтейік. Міржақып, 220 жылға келдің. Бәрі мінсаптар. Сойып тұстап жүрмеңдер. Бұл жақсылығыңызды Алашорда ұмытпайды Қайман аға. Мына ақтар қайтадан күш алып барады. Колчактың әскерлерінің атамандарын қазақ даласына не үшін кіргіздіңдер? Қайман аға, жан жерден басасыз. Қызылдармен жолымыз бір емес, оны шешіп алғанбыз. Қызылдар кедейді көтереміз деп, кей-кейіп кісімсінген ойсыз адамдардың тобы. Олар билікке келсе, біз Алаш жолында құрбан болармыз. Іштей дайынбыз. Ал Ақтар мен Әлихан Мырзаның уағдасы бар. Ақтар алдымен Колчагымен мәселесін шешіп алсын. Ана жағында қызылдар бар. Бізге уақыт ұтыл керек. Колчактың атамандары қазақ жігіттеріне қару ұстауды үйретіп жатыр. Қазір далақтап қылыш көтеретін заман емес. Рас. Тактиканы өзгертіп жатырмыз. Ешкімнен қорықпайтын, айламен соғысатын әскер жасаймыз. Құдай жолдарыңды оңғарсын. Әлихан Мырза біледі, Міржақып. Биыл қазақтың дәулеттілерінің басын қосып, Алаш әскеріне ақша төлеу мәселесін шешеміз. Ер жігіт отан қорғау үшін отбасына алаңдамау керек. Ол үшін Алаштың қазынасын толтыру керек. Шіркін, сіздей 10 қазақ болғанда көргенде көңіл айт дейді. Ұмытып барам. Ермектің өлімі қабырғамызды қайыстырды. Мықты болыңыз, аға. Ана Әрхан мен Салбекке ер тұрмандарды тапсырдым. Оған алаңдама, Міржақып. Патшаның жандай шаптарына жалтаңдаймыз деп, әбден шаршадық. Енді қартайғанда қазақ үшін қызмет қылайық. Дегендеріңе жетіңдер. Құдай жолдан қарсын. Келдім де көрдім, қолымды бердім. Сүйем сені сұлу қыз.
Жүрегім жанып, сүйегім анық. Куә болсын көп жұлдыз. Дедім де тілмен, құшақтап белден. Қысып сүйе бастадым. Жақындай бердім. Қойныма кірдің. Кет демедің, қашпадым. Кіре беріңіз, Мағжан. Мен айта алмадым. Мен... Мен сұрадым ғой ұмыт. Сен некеде болмаған едің. Бұны қалай түсінуге болады? 5 ай болды. Мен Бечуриннің үйіндемін. Ол менің күйеуім. Бечурин. Мағжан. Сүйе білу үшін үлкен жүрек керек деуші едім. Мен шын сүйдім. Ақынды, аңқау жүрегімен сүйдім. Алдағым келмеді. Жаным-ау. Бечурин өз таңдауың болмаса, неге өзіңді қинайсың?
Кештің батуын аңсап жүрсің бе? Кешке шабуыл, сендерді сынап көрем. Сенің сының не, Тайыр? Ала бас киімді дейілдірдім. Қазақты соғысқа біз үйреттік деп мақтанатын шығарсыңдар, Мерген екенсің. Эрик, сен ақтың офицерісің. Ал мен Алаш Сардарым. Тым жақын достаспайық. Әй, Бичурин. Жас қызды қатын қып алдың. Бізді бір үйге шақырмадың. Біз жүрміз жас келіннің қолынан жейтін қазан, ет таңсап. Армандапсың. Әңгімеге айналдырып, сыйқыр жасайым деп ойлама. Мен бәрін көріп отырмын. Қаңғып жүре бермей, қатыныңа қарап қойып жүр. Шын айтам. Сыбырлы ауыздардан сандырақтаған сөздер жетті. Гүлсім! Жас қызды қатын қып алдың. Гүлсім! Қаңғып жүре бермей, қатыныңа қарап қойып жүр. Ал мырзам. Қайда? Жұмысында. Жұмысында? Сен менен не жасырып жүрсің? Мен сізден не жасырам? Мырзам, қарныңыз аш шығар, мені ас әзірлеп қой. Мырзам, не үшін рас? Менің жазығым не? Жазықтасаң, не көрмек екем? Адағыласымды шеп, артымнан түкіріп тұрсаңдар, қалай ұрмаймын? Мырзам, өтіне ұрмаңызшы, өтіне Сен ұрып тұраймын. Мырзам. Соңғы сұраймын. Гүлсім кіммен кездесіп жүр? Мырзам, менің күнәм жоқ. Гүлсім тек сізді жақсы көреді. Жап аузыңды! Мырзам! Жап! Гүлсімнің басқа да көңілі бар екенін білесің. Сен неге бірінші болып маған айтпайсың? Сен қаңғып жүргенде мына сарайға жұмысқа кім алды? Кім? Көрінме көзіме. Қараңды батыр. Кет! Жоқ. Мен өлмеймін. Алдымен оның кімді жылтып жүргенін білу керек. Кетеміз. Бұл үйден кетеміз. Бичурин мырзам қатты өзгерді. Қатты кез боп барады. Бешігін үйірген кезде тура. Жаным шығып кете жаздады ғой. Жыламаңыз. Мен өзім сөйлесем. Біз бөлек тұрамыз. Өзіміз.
Менімен боласыз. Ана баланы жазым қылмаса болды енді. Кімді? Қайда кетті? Мағжанның мектебіне кетті. Ертең Орынборға жүрем. Сосын қайта Торғайға баруым керек. Алаштың сақшыларының жарғысын жасап жатырмыз. Жасасын отанның адал ұлдары деген ұран қойдық. Әскерлер осындай ұранмен амандасады бұдан кейін. Сіздің күш қуатыңызға қызығам аға. Өмірде Жақыпша сүю бар, Мағжанша сүю бар. Сен үлкен істің басындасың, Мағжан. Қазақ балаларын оқыту, оларға педагогика бойынша оқулық жазу, ұстаздар даярлау, бәрі сенің мойныңда. Алаштың жаулары олса сіңе қастық қылады. Ал сен мойыма. Сіздер жүктеген міндетті ақсатпай алып келем аға. Бір әйелді саяғып, нәрестенің маңдайынан еске алмай жүрген. Осы батады жаныма. Мен ақынмын. Бірақ ел мені қайраткер деп таниды. Ал сен нағыз ақынсың. Мынау қан төгілген заманда ақындыққа адал болып қалу ерлік. Қайғырсаң да, қуансаң да, жұбанышың өлең. Сондықтан сені алаштың асқынып тұрған ахуалының ортасына салмай отырмыз. Осында екенсің ғой. Тұр. Төбеңнен жай түсірейін. Тұр! Ей, кім болсаң да шошаңдатпа науыңды. Түсір. Сен кімсің маған бұйыратын? Мен Алашордамын.